Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. 34 жыл бұрын біз өзіміздің тәуелсіздігімізді алдық. Біздің жерімізде ядролық бомбаларды 500-ден ядролық бомбалар жарылды. Барлық кеңес мемлекетінің істеген кедергі біздің халқымызға көруге болады. Қандай біздің аралымызбен кеңес мемлекеттің басқаруымен біз аралдан айырдық. Осы арал барса келмеске біраз бактериялық және биологиялық қару-жарақты кеңес мемлекет уақытында кедергі жасаған. Бұдан да біз білеміз. Сонымен қазіргі жағдайда біздің Қазақстанымыз тәуелсіздік болғандан көп жақсы өзгерістер болып жатыр. Бізде тек қана 34 жылда тек қана біз жамандықты айтпайық. Бізде көп жақсылық да болды. Сонымен барлық біздің адамдарымыздың жұмысын сызбайық. Осы сөздерді айтып ойыма кіретін тек қана біз осы біздің Қазақстанымызда бейбітшілік және ешқандай біздің мемлекетімізде қауіпсіздік жағдай болмасын. Көп адамдармен кездесіп, сөйлесіп жүрміз. Көбісі айтып жатыр, қандай біздің осы жерде таза ауа, қандай жақсы табиғатымыз. Шетелдегі адамдар келіп жатыр. Олар біздің астанамыздан таңғалып, қандай бізде тазалық. Осы тазалықты қазіргі уақытта көп біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев көтеріп жатыр. Барлық Қазақстанымызды таза сақтайық. Сол жақтан көп жұмыстар әкімшіліктеріміз істеп жатыр. Көбісі жастарды осы жұмысқа кірісіп жүр. Сонымен біздің мемлекетімізді, біздің жерімізді таза сақтайық. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сау саламатты болыңыздар. Қазақстан жасасын.